Сәлем достар, бүгін жұмсақ, сочный чебурекидің дайындалу жолын көрсететін боламын. Жасалу жолы жеңіл, оңай жасалатын рецепттермен апта сайын бөлісіп отырамын. Сол үшін менің каналыма тіркеліп алыңыз. Ал енді чебурекидің қамырын жасауға кіріссек. Ол үшін қайнаған 150 мг ыстық суға жарты шай қасық тұз және 20 мг өсімдік майын құйып аламыз. Ыдысқа 300 грамм ұнымызды салып, жаңағы дайындап алған сұйықтығымызды қойып, қамыр илеуіміз қажет болады. Пленкаға қамырды орап, 30 минутқа қоя тұрамыз. Оған дейін салмасын дайындап алу қажет. Ол үшін 2 пиязды майда кубик қылып турап аламыз. Ыдысымызға пиязды салып, үстінен 200 грамм фарш саламыз. Дәміне қарай жарты шай қасық тұз саламын және қара бұрыш салып, жақсылап тұрып араластыру қажет болады. Қамырды домалақ етіп, бірнеше бөлікке бөліп аламын. Қамырды осылай өте жұқа етіп жайып аламын. Ішіне фаршты салып, осы видеода көрсетілгендей қамырдың шеттерін жабыстырып шығамын. Осылайынан вилкамен шеттерін әрлеп шығам, сонда әдемі көрінетін болады. Ыдысымызға майды көбірек құйып, жақсылап қыздырып алу қажет болады. Содан кейін жаңағы чебурекилерімізді салып, екі бетінен қызарғанша қуырып аламыз. Рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.